Сәлем достар, бүгін дайын шаблонға текст жазып үйрететін боламын. Ол үшін фонто приложениесін басып алу керек Play Market'тен, болмаса App Store'дан. Кіреміз ішіне. Сосын камераны басқан кезде екінші тұрған фотоальбомды басамыз. Сосын дайын шаблонымызды таңдаймыз. Осылай донды басамыз. Үстемізді, үстіп рамканың үстін басқан кезде текст жазатын орын шығады. Үстесті енді өзіңіздің жаңағы текстіңізді жазасыз, например, Алинор, иә. Сосын мына жерде фонт деген тұр, ол тек біздің шрифттар, неше түрлі шрифттар осы жерде тұрады. Өзіңізге ұнаған шрифтті осы жерден аласыз таңдап. Так, бұлар керек емес. Донды басасыз. Енді тексттің үстін осылай басқан кезде неше түрлі функциялар шығады. Енді бізге цвет шығару керек. Ол үшін стиль дегенге кіреміз, иә, сосын көк цвет таңдаймыз. На көкті или на көк таңдап, цвет ұнамай тұр, мына көк бегунокты былай жылжытамын. Сол кезде неше түрлі цветке ауысады. Мына цветті таңдайын, донды басам. Енді оны дұрыстап қоюым керек. Ол үшін жаңа тилт дегенге кіреміз, неке тилт деп тұр, и былайынан былай бегунокты жылжытсаңыз поворот жасайды. Неке Алино деп жоғар жағына орналастырамыз. Кішкене размерін үлкейтейін. Ол үшін сайзға кіресіз, размерін қандай керек өзіңізге, сөйтіп үлкейтесіз. Енді тағы да текст жазам. Например, тұсаукесер, иә. Цветін кішкене өзгертейін. Так. Голубой олайын. Осындай. Енді тоже айналдырамын былайынан. Размерін кішкене кішірейтемін. Мінекей дайын болды. Тура осылай екінші жаққа да жазып шығасыздар. Мінекей біздің шаблонымыз дайын. Енді стрелканы басып, save image деп сохранить етіп аламыз. Болды.